Мен есім Алтынбек болады, жаңа айтқандай. Жаңа онлайн чатқа барлығыңызға жаңа жібердім. Бүгінгі табысымды, бұл тек қана бүгінгі күннің ғана табысы. Таңертеңнен түске дейінгі еңбектің табысы. Ол бүгін таңертеңнен бері 110 мың теңге табысы болды. Басталғаннан бері мен дәл осында қарқынмен бастағам. Ол кезде де осылай шығып айтқам 120 мың болған. Арада бір апта, 2 апта менде үзіліс болды. Белгілі бір мәселелермен тоқтап тұрды. Бірақ қайтадан басталған кезде тоже самый қайтадан сондай табыс келді. Сонда 200 немене болды да? 230 мың теңге болды. Курс қайтарып алды. Мен 2013 жылдан бері осы Шымкент қаласында ағамның қолында бір жұмыс істеп едім, спорт товарларын сатып. Сол кісінің қолында ревизор, бухгалтер болып жұмыс жасадым. Ол кісі сайтқа материалдарды салып, сатуды тапсырма берген болатын, оны тапсырып жұмысын жасадым. Политех бітірдің ғой, да? Политехті бітірдім. Бакалаврды қызылмен, магистратура 2015 жылы бітірдім. Енді ол жердегі істеген жұмысымды мен 6 ай істедім, бірақ бұл менің істейтін жұмысым емес екен деп, ол жұмыс тастап, мен магистратура бітіргеннен кейін колледжге кеткен болатын. Колледжде кіргеннен бастап 3 айдан кейін замдиректорлық қызметіне көтерілдім. 2 жыл бойы директордың орынбасар қызметін орындап келдім. Айлығым 130 мың теңге болатын. Мен кеткеннен кейін орныма қойып кеткен жігіт тоже самый менің істегенімді қайталаған, бірақ олар сайтқа материалдарды салып, үстіне ақшасын қосып, өздері движение жасап отқан. Ал енді қазіргі кездегі жағдайлары олардың обороттағы айына 20 миллион теңге тауып отыр. 20 миллион теңге таза пайдасы ма? Пайдасы. Пайдасы, қалатын пайдасы. Ал обороттары олардікі 150 миллион, 75 миллион деген сол деңгейде. Менің бір жылдық табысымды олар 1-2 күнде тауып тастайды екен деп. Бір жыл замдиректор болып істеу керексің де, қанша есеп, қанша жауапкершілік, қанша тұрасың, сөз естисің де. Олар бір 2 күнде табады да, бір жылдық табысын. Бір жылда қанша? 1,3 ба? Көз алдың елестетіп көріңдерші. Сен бір жыл жұмыс істеп жүрсің, а ол оны 1 күнде табады. Осындай ойын кейін маған айтады да, олар үй алды, немен алды. Бірақ айтқан дейді, ол менікі емес. Мен қамыт киіп, немене болу керекпін деп. Бұл қайдан келген ой? Әке-шешесі де қолдаған, өзі де осы неменеге бекінген. Бизнес менікі емес, мен осылай қызмет істеу керекпін деген. Қайдан келді деп ойлайсыңдар осы нәрсе? Алтынбектің басына. Ол қайдан келді сонда? Ол совет өкіметіндегі мына коммунизм жасаймыз дегендер түрме жасап тастады ғой. Карл Маркс ар жағындағы утопийский социализм, Фейербах солардың шығарғаны, Энгельс, оңген Ленин алып, Сталиндер жасады да, айтты. Адамдар бір жерде тұру керек, бәрі тең болу керек. Ана капиталистер, батыстағылардың бәрі олар жауыздар. Біз ол жолмен жүрмейміз, адам тең болу керек. 80-ші жылдар мен де миыма сондай кірген. Бірақ енді дер кезінде есіміз жидық. Бұның әкесі менімен жасты екен. Олардың миына сіңіріп тастаған. Да, оның әкесінің миына сіңіріп тастаған. Сол келген. Енді қараса айтады, мен 1 айлық жұмысымды бүгін бір-ақ күнде тауып тастадым. 1 күннің ішінде тауып тастапты. Мен ары қарай қандай шешім қабылдадым бүгін әке? Енді мен өзімнің жеке сайтымды ашып, осы сатып жатқан товарларды сол сайтқа енгізіп, мен енді бір күндік табысым 110 мың теңге болатын болса, мен енді айлық табысымды 20 миллионға жеткізуге толық күш саламын деген мақсат. Ең қызығы бағанағы жігіттер бар ғой, 1 тиын ақшасыз бастаған, қазір істеп жатқан жігіттер. Олар бүкіл біздің үйретіп жатқан құралдардың 20% қолданып отыр. Жаңағылар маған көрсетіп, не істеп жатыр деп едік. Сату кезетте ғана сол левый сайт. Бұл біз үйрететін нәрсенің бір 10-20% қолданып, 1 тиын ақшасыз бастаған. Даже білімсіз. Соңен мынаны көргеннен кейін, біздің 21-ші ағымға келейін деп жатыр да. Соңен аналар андай оборот жасап, бірақ бәрібір айтады, білімсіз ары қарай оны дамыта алмайды, жүйелендіре алмайды, оны рахатын көрмейді. Осындай білім керек екен, мынандай нәрсе білу керек екен деп. Біз үйреткен нәрсенің 20%-ын. Просто өздері пысық, білген, осындай жол бар екен. Соңен жаңағы спортивный товар сатады екен. Ағасын спортивный товары, оңген кавралан, доптар, бүкіл динозаврлар көп қой, соның динозаврлардың бәрін товарын алып қойған, интернетке реклама беріп отырады, болды. То есть осыны енді әрқайсылардың бәрін істей аласыңдар. Алтынбек осы жолға түсті, қол соғып қояйық, бірінші нәтиже көрсетіп тұрмын. Қайырлы кеш, мен Жетісай қаласынан арнайы бизнес бастауға келіп отырмын. Сен кімнің қарындасың? Жалпы мен ағам арқылы келіп отырмын. Негізі Жетісайда осы уақытқа дейін подарки істейтін едім, қыздарға шоколадтардан түрлі подарки істейтін едім, бірақ ағам 11-ші ағымға қатысып, сатудан көп табыс тапқан соң, мен өзім сатумен айналысып көргім келді. Себебі мен 2 сағатта істеген затымды ол баратта 5 минутта сатып келеді, сондықтан мен осы сату өнерін осы бизнес бастауға келіп үйренейін деп, осы жақтан үйренуге келдім. Жалпы қазіргі табысым таза 300 мыңнан асты. Курс басталғаннан бері, да? Не істеп жатсың, қандай нәрсе? Раскрутканы сатып жатырмын, OLX база номерлерді, одан кейін сағаттан. Себебі мен 15 күні Қытайдан тауарға
Күтіп келген жоқ. Уақыт болғандықтан одан да барахолкалардан және таныстардан сағатты заказбен алдыртып. Динозаврлардан да? Иә. Жасың нешеде? Жасым 18-ге енді толды. Молодец. Қазақстанның болашақ миллионерлері. Жақсы. ЖТ нүктесін қанша деп қойдың? Жотан қанша, тау қанша осы 2 айға? Негізі мен 500 деп келгем, бірақ одан да жоғары қойып жатырмын. Осы темпті ұстансаң, сен кемінде 1 миллион табуға тиіссің. Жота 1 миллион, тауды 2 миллион деп қою керек. Мысалы, мен кімнің потенциалын көріп отырмын. Қалай солай қоясың? Мен кім басқа біреуге айтпаушы едім, да, олай қой деп. Өйткені ағасы да продвинутый, өзі де продвинутый. Просто соны қойғаннан кейін сенің миыңда басқаша уже немен ашыла бастайды. Декомпозиция қалай жасау керек екен, келесі сабақты сен бүгін көрсетемін. Декомпозиция жасау керек болады. Жақсы ма? Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, қара құс астындағы жемін өзі басып жейді дейді. Бір, екіншісі елдің алдына шығып сөйлеген адам клиентпен жақсы сөйлесе алатын болады. Тағы кім осылай инсайт? Инсайт деген сөз бір жаңалық нәрсе естідім. Бұрын былай болып жүреді, мен көңілім былай өзгере бастады. Табыстың кілтін жаңа Алтынбек айтып отыр ғой. Кстати, жаңа айтады, әке-шешеммен жұмыс шешем деп айттым ғой, жаңа бата сұрадым деп. Мен кеше ғана Шымкент қаласына барып келдім. Кісілерге енді замдиректорлық қызметтен босап, саудагер болып кету деген сияқты ол басқаша нәрсе ғой енді. Ойда, санада. Мен айттым, мен әкем мұғалім, шешем мұғалім, ағам мұғалім, бағым мұғалім. Мен мұғалімдік жұмысты қойдым. Енді мен кәсіпкерлікпен айналысам. Өйткені осындай Ахметбек деген аға бар, ол реально, шынымен ақиқатында кәсіпкерлікке үйретіп жатыр. Мен 2 айдан кейін мені танымайтын боласыздар деген сияқты нәрсемен сендіріп, ол кісіні таныстырып кеттік. Сөйтіп, ал балам қолыңды жай деп батасын алып, бүгін таңертең осы қалаға қайттан келдім. Барып қайтып келдім. Жасың қаншада? 23-те. Енді анау 5-6 жыл бойы миына кіріп алған, карьераны кіріп алған, оны тастап кету оңай шаруа емес та. Шешім қабылдады, енді осыдан енді тек қана ерік-жігер керек. Ерік-жігер сабағын көріпсіздер ме? Міндетті түрде көріңіздер. Міндетті түрде табысқа жететін сіздер. Өзің болғанда мына жерде ми. Ерік-жігер сабағында ми деген қалай? Неге адам жалқау болады? Неге адам мақсат қоймайды? Неге адам пайдалы болып тұрған нәрседен істемейді? Өзін-өзі неге жау болған сияқты. Темекі тартамыз, арақ ішеміз, ұйықтаймыз, босқа ютубта, фейсбукта, инстаграмда бостан-бос қысқа уақытымыз неге өлтіріп жатырмыз деген сұраққа, және оны енді қалай ауыздықтап, жаңа нәпсіні қалай жақсы қылықтарды игеруге болады деген өзіңді өзің түсіну, өзіңді өзің тәрбиелеу. Соны үйреніп алсаңдар, сабақ беруінде оп-оңай, қиын емес. Жақсы отыратындар. Тағы кім көңіл бөліскісі келеді? Аян, осындай қазір енді товар заказ беріп қойды, заявкасы көп, жотамды железін орындаймын деген адамдар бар ма? Шығыңыздар, 3 адам қол көтерді ғой. Келе ғой. Менің есімім Самат болады. Мен осы 15 күннің ішінде табысым 70 мыңнан асты. То есть программа минимум уже орындап тастадың ба? Иә, енді ертең бұйыртса 82 мың болады. Бүгін заявка алдым тағы да. Жотаны қанша деп қойдың? Жотаны 800 мың деп қойған. Мен ойлап отырмын, 70 мың тағы да ертең бір күні тағы сайтымыз дайын болады. Тағы да бір сайт ашып отырмыз. Тамаша. Немен айналысып жатсың? Стройматериалдармен және осы ойыншықпен машиналарды шығарсам деп отырмын тағы да сайтқа. Құрылыс материалымен бұрыннан айналысып жүрмедің? Иә, құрылыстан айналысқанмын. Бірақ бұрын қазіргі мына біз үйретіп жатқан құралдарды қолданған жоқ боласың. Иә, қазір мен таргетинг дейді, сол жақтарынан көбірек зерттеп, сол жақтарынан істесем де осы жаңа сайттың ашылған мақсаты да осы болады. Копирайтингті пайдасы тиіп жатыр ма? Сайт жасау, мәтін жазу. Мәтінде шаблондарды қолданып жатсың ғой да, дайын шаблондарды. Жақсы. Молодец, 800 мың теңге нормально. 2 айдың ішінде жақсы мен тауып шығатын болса. Менің есімім Сырым, өзім нишам негізі мебель, бірақ онбасылыққа тағайындап қойды да мені осы жақында. Өзім нишамда негізі әлі қойған жоқ болатын, осы 3 күн болды. Жиһаз жасап жатсың, өндіресің ғой өзің, да? Өзім негізі өндірген, бірақ жиһазымды тоқтатып қойдым. Мен өйткені онбасылық ниетті. Біз өзіміз ортаға ниша қойғанбыз. Жақсы. Соны жүргізейік деп. Жауапкершілік қой, жақсы. Қазір кішкене қиналып қалдық та, немен. Енді өзіме қазір кішкене реклама беріп, OLX-қа біраз адамдар көрді мебелімді. Негізі қазақша ой өрнекпен мебель жасасам деген ойым бар, арманым бар, жетем деген талпынысым бар. Өзіме сендім. 15 адамдай звондап ниетті, 3 жерден заявкаға бардым. Замер алып қайттым өзім. Кеше бар. Копирайтинг қолданың ғой біз берген. Иә, копирайтинг қолданып. Бұрынғы хабарландыру мен қазіргінің арасында айырма бар ма? Айырмашылық, иә, жер мен көктей. Бұрын объявление дұрыстап бере алмайды екенбіз. Төмен неде тақырып дұрыс жазбайсың, ішінде текст дұрыс емес, сурет дұрыс емес. Кеше мен өзім порталға салдым, енді қысқа ғана жаздым, енді өзім тілге онша не емеспін. Сол енді менікі ары қарай енді 3 заявкадан қанша пайда түседі? 3 заявкадан где-то бір 800 мың бұйыртса, енді несі көлемі маржасы где-то бір 200-300 мың
болады. Тамаша, молодец. То есть сырым тек қана тыңдап жүрген жоқ, тыңдады, жаңа копирайтингті ойына түйді, мынаны мен қолдану керекпін деп и жасады. Жетістік тек қана әрекетке байланысты. Көбінесе қазір теоретический білім жинап алам, онан кейін артынан қолданам деген нәрсені ұмытыңыздар. Естідің бе, бірден іс әрекет. Былай істеп көрдің, болмаса былай. Естідіңіздер, соның алдында қолдандың. Нәтиже жоқ па? Екіншісін істедің, үшіншісін істедің. Жарайды, қазір просто теоретический білім аламын деген қажет емес. Университеттердің бәрінде сөйтіп оқиды, 4 жылдан кейін келеді, практика жоқ, құр теория. Содан кейін айтады, жұмыс қалмайды содан кейін. Солай ғой. Сондықтан күнде теория практика болып отырғанға тиіс. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстазымыз Ахмет аға, құрметті студенттер. Мына осы бизнес бастау сабағына қатысқалы мына өзімнің өзгерісімді 180 градусқа бұрылды десем өтірік айтпаймын. Бұл енді өзіңіздің тәжірибеңіз, Ахмет аға. Бір 15 күннің ішінде үлкен нәтижеге жетіп жатырмыз. Бұның өзі мен қанша интернет жүйесін, сайт жасау, ниша таңдау, оның бәрін ойыма келмеген, осындай интернеттен ақша табу, не жарнамалай аламыз, не істей аламыз, сөйтіп былай көзім ашылып, қазір кішкене үлкен ақырындап шыңдарға жетіп жатырмыз, табыс тауып жатырмыз. Тұман сейілді ғой. Иә, тұман сейілді, таңға рухымыз басқаша өзгерді, үйдегі тән тәрбие бәрі өзгерді, семьядағы бағыттардың бәрі өзгерді түгел. Тамаша. Тек қана алдыға деген патриотизм, жақсы сөздер қойып жатырмыз қазір үйде. Жазып қоятын болдық стенаға, міне бүгін бүйтеміз, ертең жетеміз, міне осыған жетеміз деп, балалардың көзінше оқытып, міне есікті ашқанда да жапқанда да кіріп, щоб балалар көрсін. Санасына сіңе береді, санасына сіңе береді. Жетсін деп. Соны Құдай қаласа, мыңда рахмет деймін. Жотада қанша деп қойдың табыс 2 айға? 2 айға енді 500 деп қойғанбыз, енді ала бұйыртса неғып аққан жоқпыз, одан кемде оққан жоқпыз, қазір 100 мыңдай тауып қойдық. Жақсы. Енді бәрің программа минимум как минимум орындау керексіңдер. Тауға барған кезде ана 15 жастағы бала ислам, оң кейін еркін 21 жастағы тауға барған жігіттер әңгімесін тыңдадыңыздар ғой да? 15 жастағы бала, әкем қанша табады десем, әкем 60 мың теңге табады дейді. Әкесі 50-ден асқан екен. Көз алып келсеңізші, 15 жастағы бала, 10 бітірген бала, айына 300-400 мың теңге үйге ақша жіберіп отырамын дейді. Осында келген әке-шешесінен еркін рұқсат сұрап алып кетіп. Енді қазір олар 20 миллион деп қойып отыр. Біреу 15 жаста, біреу 21 жаста. 20 миллион теңге табыспен аяқтаймыз деп мына 19 жағында оқып жатыр. Ешқандай бір тиынсыз ақшасыз бастаған. ВК-да отырған, сон топтарын көбейткен, қазір 2 миллион адам подписчиктері бар. Просто керемет бір жақсы товарды. Керемет болғанда ана порталда тұрған товар әжім кетіретін бір товар екен. Прибор әжім кетіретін. Бірақ бұлар қазіргі заманауи құрал. Мен комбайн деп айтамын ғой, сол комбайн әбден меңгеріп алған. Алла қаласа ертең товарларын көрсетіп, сіздердің бір сабақтарыңызға сол екеуін келіп тәжірибелерімен бөлісіп кетсін. Сол кезде көресіңдер, мына 15 жастағы бала істеп жатса, және екеуі де ауылдан. Біреуі Ақтөбенің қай ауылынан? Қандыағаш ауылынан. Ана Еркін қай жердікі? Қызылорданың Шиелінің ар жағында бір ауылдың балалары. Ешқандай қалада оқымаған, орысша оқымаған, қазақша оқыған ауылдың балалары. Енді 15 жастағы бала 20 миллион жарыс 10 миллион теңге табам десе, осы құралдармен сендерге жарайды бірден ондай емес, хотя бы 1 миллион теңге тауып шығуға болады. Тек қана айтқанды бірге бір істеп отырсаңыздар болды. Үй тапсырмасын күнделікті орындап отырсаңыздар болды. Осы инструмент игеріп аласыздар. Бағана кімнің Алтынбектің достары қанша динозавр тауып алған, білімдері мынандай ақ. А сіздердің білімдеріңіз одан мынандай болатын болады. Осы динозаврларды алып ары қарай істету керек. Плюс өндіріс ашам дегендерге мен дүйсенбі күні қыр-сырын көрсетіп жатырмын. Қайдан, неден бастау керек екен. Азаматтарға қол соғып қояйық. Рахмет шыққандарыңа.